тамаша керемет. Kan ayala келе ғой. Ас атасынан көне құдық қазғандай, ата бәйтерек бала жапырақ көз қуқақ болады. Өте жақсы керемет. Тағы кім біледі мақал келе қоямын деп. Кітап алтын қазына, сәлем сөздің анасы, жері бай, елі бай, ас адамның атауы. Өте тамаша балалар. Тағы келе ғой. Білетінің бір тоғыз, итінің тоқсан тоғыз, біле күшті бәрі шығар, білім білген ақылшы бар, ақылдағыдан науын шығар, елімізде Өте жақсы қата керемет. Білімді болсаң да мыңды жығады екенсіңдер. Иә? Білімді болсаң да, білекті болсаң да бірді жығады дейді балалар. Тағы кім біледі? Келе ғой көз айы. Өте жақсы тамаша керемет. Тағы кім біледі? Келе ғой Нұрәлі. Өте қандай керемет балалардың бәрі көп мақал мәтел біледі екен. Келе ғой жарасы келе ғой. Айта. Ақылсыз адам айқай келеді, жан-жағын жайпай келеді. Ақылды адам жай-жай сөйлейді, жан-жағын байқай келеді. Құт мерекең атын қымбат, Құдайға құрмет, елдің заты, еліне құрмет, елдің даңқы. Өте қандай керемет тамаша. Балалар, тағы кім біледі мақал? Kan келе ғой. Жарайгүл. Вот қандай керемет балалар. Сендер көптеген мақал мәтел біледі екенсіңдер. Қандай керемет балаларсыңдар балалар. Олай болса балалар, біздің екінші кезегіміз балалар. Жұмбақ шешуге қалаймыз. Жұмбақ шеше аламыз ба? Олай болса балалар, жұмбақ шеше алатын болса, мен өзімнің сиқырлы сандығымның ішіндегі асықтардан бастайын. Балалар, бұл сандықтың ішінде көптеген асықтар бар. Сол асықтың арқасында біз жұмбақ шешуді бастайық. Жұмбақ шешуді үйренейік. Жарайды ма балалар? Ал кім шығады бірінші болып? Бәрімізден шығамыз да балалар, келе ғой. Қазір бір асықтан. Қай асықты алды? Жеті. Олай болса, біздің мынаяқта сиқырлы сандықтарымыз бар. Жетінші сандық қайда? Қайда жетінші сандықты тапшы? Мен енді жұмбақты оқиын. Сендер шешуге тырысыңдар, жарай ма? Кім тапқыр, кім ойшыл, кім ақылды, кім зерек, кім жүйрік екенін мен білейін. Қабат қаттама, ақылың болса ақтама. Өте жақсы. Кітап келеді. Қаны шапалақ ұрып қояйық. Дұрыс жақсы ма? Дұрыс екен бала, жауабы кітап екен. Ал тағы кім шығады? Айала келе ғой. Екі. Айала, екінші сиқырлы сандығымызды алып кел, артындағы қағаздарды көрейік. Екінші сандығымыз кім екен? Зулай да қарда өзі, білмеді ізі. Неге? Шана. Өте дұрыс балалар. Тағы қол шапалақтап қойыңыздар. Біздің іс-әрекетімізде жаңылтпаш, мақал, жұмбақтар шешіп үйренеміз. Олай болса, ендігі біздің кезегіміз жаңылтпаш айтуға келді. Жаңылтпаш балалар, жаңылмай айтуымыз керек. Айта аламыз ба? Айта аламыз. Олай болса, мен сендерге жаңылтпаштар жасырамын. Сендер мұқият тыңдап алыңдар да маған қайталап беріңдер. Жарай ма? Ал тыңдаймыз. Дәу, тау, тау, дәу. Дәу, тау, тау, дәу. Кім қайталап береді? Айла.
Өте жақсы балалар. Ал келесі жанға қояйық. Алла қая, анау қая. Айта аламыз ба? Айта аламыз. Анау қая, Алла қая, анау қая. Рахмет. Өте жақсы. Өте жақсы Нұрайгүл. Өте жақсы. Өте жақсы. Қандай керемет. Өте тамаша. Өте жақсы. Алла. Алла қая, анау қая. Өте жақсы балалар. Тағы айтады, айтпаған балалар айтамыз ба? Алла қая, анау қая. Бәріміз айттық па? Асылын айта қойшы. Өте жақсы. Балалар, олай болса, сіздер сондай керемет жаңалықтар айтып жүрсіңдер. Енді тағы да жаңылтпаш айтамыз ба? Көк кептер, көк кептер. Айтамыз. Қарапайым айтылады балалар. Өте жақсы. Өте керемет екен. Айтамыз. Көк кептер. Айта қойыңдар. Көк кептер, көк кептер. Көк кептер, көк кептер. Тағы аяла. Өте жақсы. Көк кептер, өте жақсы. Көк кептер, өте жақсы. Конрад. Өте тамаша балалар. Сендер жаңылтпашты да керемет айттыңдар балалар. Барлықтарың өте мұқият, зерек балалар екенсіңдер. Қандай керемет сендер жаңылтпашты да айтып жатсыңдар, мақал-мәтелдерді де айтып жатсыңдар, жұмбақты да шешіп жатсыңдар. Олай болса балалар, біз өзіміздің ғұлама
жатсыңдар. Жаңылға жұмбақты да шешіп жатсыңдар. Сендер сондай зерек, ақылды, сондай жақсы бала екенсіңдер. Сендер кітап оқуды жақсы көресіңдер ма? Олай болса, сендер бұдан да әрі өздеріңнің мынау білімділіктеріңді көрсетіп жатсыңдар ғой. Бұдан да ары қарай білімді, білікті бала болып, білімдеріңді ары қарай сендер шыңдай беріңдер. Мен сендерге міне бүгінгі сендер болса ертегілерде жақсы өнер көрсетіп жатсыңдар. Сендердің барлықтарыңа осындай ертегілер беремін. Осы ертегілерді жақсылап оқитын болыңдар. Жарай ма? Ішіндегі мақал мәтелдерді тағы да жаттап ойларына түйіп алыңдар. Жарай ма балалар? Керемет ертегілердің бәрін оқып, ақылды азамат болыңдар балалар. Қандай керемет кітаптар балалар сендерге. Міне осы кітаптардың бәрін сендер оқитын болыңдар. Ал балалар, енді бәріміз осы кітапты дәріс алатын боламыз. Жарай ма? Сендер қандай керемет, ақылды, зейінді, зерек балағайсыңдар. Осындай тапқырлықтарына, шапшаң жүйріктеріне, ақылды бала екендеріне мен де риза болып отырмын. Міне сендерге қандай әдемі қараңдаршы, ертегі кітаптар берілді. Осы кітаптар арқылы сендердің де зейіндерің, білімдерің одан ары шыңдай түссін. Осымен біздің балалар бүгінгі мақал сөздің көркі атты ертегіміз аяқталды. Балалар, сендерге сау болыңдар. Кітапты жақсылап оқып, ертегі айтып беретін болыңдар. Жарай ма? Осымен біздің мақал сөздің көркі атты ертегілеріміз аяқталды. Сендерге көп рахмет. Қандай білімді балағайсыңдар. Үнемі осылай